Ертеде түлкі, тасбақа және кене дос болыпты. Бір күні олар жерден бір уыс тары тауып алыпты да, үшеуі ақылдаса келе, тарыны жерге егіп, көбейтіп алып, үшке бөліп аламыз деп шешеді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйеп тұрайын, құлап кетер деп, жарды саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап, тары егеді. Ал кене болса, піскен егінді жиып алады. Олар көп тары алады. Олар түлкіні шақырады. Түлкі келіп, егінді көріп, тарыны үшеуміз бөліссе қаншадан тиеді? Аз мөлшерде шығатын шығар. Одан да үшеуміз жарысып, кім озатын болса, егін соған бұйырсын, деді. Мақұл деп, үшеуі қатарласып бір жерге келеді. 1, 2, 3 деп, түлкі жүгіре бергенде, кене түлкінің аяғына жабысып кетеді. Түлкі барынша жүгіріп,